олар дейтін дәрі-дәрмектер тасымалдады деген сияқты ғой. Қоғамда бәсекелестік болмаса, қоғам ешқашан да дамымайды. Әдейін бір осы еріктілік жасау жайында бір қандай бір есте қалған бір естеліктер бар ма? Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге мен Айнұр Аңламазова және бұл Ай жұрт подкасты. Бүгінгі подкастымыздың кезекті қонағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Қазақстан еріктілер лигасы қоғамдық қорының төрағасы Әділ Қожамұратов. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Айнұр. Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет десем болады. Ал енді сұхбатымызды бірден сұрақтан бастап кеткенді жөн көріп отырмын. Жалпы ерікті болу дегенді қалай түсінесіз? Ерікті деген ол кім сіз үшін? Ерікті болу дегенге тоқталып өтейін. Ерікті болу деген, яғни ерікті деген кім деген сұраққа жауап берейін. Ерікті деген бұл қоғамға өзінің пайдасын тигізетін адам. Яғни ол тек жақсылық қана жасап қоймай, көмек көрсетіп қана қоймай, өз-өзін жан-жақты дамытатын, өз-өзін дамытушы адам десем де болады. Ерікті болу, жаңа айтып кеттіңіз. Ерікті болу бұл қазіргі қоғамда әртүрлі мәселелер болып жатыр. Мысалға экологиялық мәселеге тоқталатын болсақ, ерікті ол кезде мысалға өзінің көмегін тигізеді. Қазіргі таңда енді көп қой. Яғни грубо айтқан кезде ерікті бұл жалақысыз жұмыс жасайтын дегенде қалай? Ол өзінің көмегін тигізетін адам десем болады. Қоғамға жақсылық жасау. Қоғамға жақсылық жасау. Ал енді біз өзіміз барлығымыз білеміз, 2020 жылы, жалпы 2019-2020 жылдары бізде барлық әлемде карантин болды. Яғни вирус тарады. Осы кезеңде еріктілердің жұмысы көріне бастады. Ал осыған дейін еріктілер, мысалы, негізі әлемде болды ғой, еріктілер ұйымы, еріктілер лигасы, бұған дейін осы Қазақстанда осы 2020 жылы еріктілер жылы деп жарияланды. Жалпы осыған дейін, карантинге дейін еріктілер Қазақстанда болды ма? Қазақстанда болды. Жалпы карантин дедіңіз жаңа. Карантинде, яғни еріктілердің жұмысы барлығынан айқын көріне бастады. Кәдімгідей еріктілер бұл жерде уже танымал десек те болады. Уже яғни карантинде мысалға қандай жұмыстар атқарды? Олар дейтін дәрі-дәрмектер тасымалдады деген сияқты ғой. Жалпы оған дейін де әртүрлі жұмыстар атқарып жүрді, бірақ ол көбінесе сыртқа айқын көрінбейтін еді. Яғни олар балалар үйіне барады, қарттар үйіне барады, өзінің қоғамнан өз орнын таба алмаған адамдар ғой, қарап тұрсақ. Оларға өзінің орнын табуға көмектеседі, көңіл күйін көтереді. Жалпы онымен қоса бір жағынан бұл сауап десем де болады. Яғни ерікті деген сол. Ерікті болу. Ал осы біздің енді өзіміздің университетімізде, яғни Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде осы Қазақстан еріктілер лигасы ұйымы 2021 жылы ашылды. Осы жаңадан ашылған кезде ұйым қалай аяққа тұрып кетті, қандай қиыншылықтар болды, студенттерді қалай өзіне тартты, осыған қазіргі таңда қанша студент бар ерікті? Жалпы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қазақстан еріктілер лигасы қоғамдық қоры бізде 2021 жылы ашылған болатын. 2021 жылы ашылды. Қазіргі таңда ашылғанына 2 жылдан асып кетті шамамен. Қазіргі таңда Қазақ ұлттық университетінде еріктілердің саны 325-ге жуық. Олардың барлығы өте белсенді, өте жақсы өздерінің жұмысын атқарады. Әртүрлі идеялары бар деген секілді. Жалпы тек еріктілерді ғана дамытып қоймай, Қазақ ұлттық университетінде дамытып жатқан сол еріктілеріміз деп айтсам болады. Жалпы бастапқы кезде Қазақ ұлттық университетінде химия және химиялық технология факультетінде осы еріктілер ұйымы ашылған болатын. Сол кезде 2021 жылы мен бірінші курс студент едім. Осы ұйымға келдім. Ол кезде бізде көп адам болмады десем де болады. Сол кішігірім факультеттің өзінде 20 шақты еріктіміз болды. Олардың барлығы өте белсенді болды. Одан кейін сол жақта біз барлығымыз еркін араласып, өмірде жақсарласып кеттік. Жаңа орта таптым десем де болады сол еріктілер ұйымы арқылы. Сонымен қатар қазіргі таңда енді 12 факультетте еріктілердің ұйымы таралған. Әрқайсысында өзінде осынша адам бар деген сияқты саны бар. Ол туралы ақпарат енді айтпай-ақ қояйын. Жалпы 325 саны. Қазіргі таңда жеткен жетістіктерге тоқталатын болсам, біз айтарлықтай өте көп жетістікке жеттік деп айта алмаймын, бірақ 2 жылдың ішінде 325 деген санға жетудің өзі өте үлкен жетістік деп айтсам болады. Сонымен қатар
қазіргі таңда әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде көптеген ұйымдар бар. Сонымен тереземіз тең десем де болады. Сонымен қатар біз тек жақсылық жасап қана қоймаймыз ғой. Әртүрлі бізде жобалар болады, концерттер болады, жаңағындай марафондар болады. Алматы қаласында марафон өте көп болады мысалға. Соларға волонтерлық қызмет атқарамыз. Сол іс-шараларға қатысып біздің волонтерлар, еріктілер, яғни әртүрлі тәжірибе жинауда, яғни оның барлығы ертең өзінің өміріне алып қарасақ өте үлкен орасан зор пайдасын тигізеді. Лидерлік қасиетке тәрбиелейді десем де болады. Сонымен қатар тағы не айтсам болады, біз факультеттер арасында жалпы еріктілер жақсылық жасап жарысайық атты батылды ұйымдастырдық осы жылы. Оның алдында да әртүрлі жобалар ұйымдастырып жатамыз. Кезінде мектеп кездерде болатын еді ғой андай күзгі бал деген сияқты сондай жобаларды да біз еріктілер болып ұйымдастырамыз. Яғни бұл дегенімізде жалпы айтып кетсем, қоғамда бәсекелестік болмаса, қоғам ешқашан да дамымайды. Сонымен қатар біздің факультеттерде өзара ынтымақтастығы, ауызбіршілігі мықты мол десем де болады еріктілер ұйымында. Бірақ олар өздерімен бәсекелесіп, жарысып отырады. Яғни әртүрлі іс-шаралармен, әртүрлі көңіл көтеру мақсатта әртүрлі жобалар өткізеді. Солар сияқты өздерін бәсекелестікке тартып, олар қазіргі таңда еріктілер ұйымы Қазақ ұлттық университетінде өте үлкен дәрежеде десем де болады. Алдағы уақытта көптеген жоспар ойда бар. Тағы не айтсам болады. Көптеген жоспарлар бар. Яғни енді алда кішігірім жобамен бөлісетін болсам, бізде марафондар ұйымдастыру ойда бар. Одан кейін бізде қазіргі таңда әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде еріктілер лигасы бізде 7 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Олардың бірі қазына жобасы, айналайын жобасы, Лига Лайф жобасы, солай кете береді. Олардың бірі жеке-жеке тоқталсам өте ұзақ болып кетер енді. Біздің инстаграмымыздан көрсеңіздер болады, егер де сол бағыт туралы. Жалпы қазына жобасына тоқталатын болсам, еріктілер лигасы осы жылдан бастап 7 бағытпен жұмыс жасады деп айттым ғой жаңа. Оның бірінші жобасы, яғни қазына жобасы. Қазына жобасы бұл бізде қарт қазыналарымыз бар. Олардың ішінде соғысқа ардагер болып қатысқандар бар деген секілді. Олардың барлығымен біз тікелей жұмыс жасаймыз. Алматыда олардың орталықтары өте көп, солармен байланысқа шығып, өзіміз туралы ақпарат беріп, біз осы Қазақ ұлттық университетінің еріктілеріміз деп айтып, олардың көңіл күйін көтеру мақсатында, сұхбаттасу мақсатында олармен тығыз жұмыс жасаймыз. Оларға айына 1-2 рет барып тұрамыз. Сонымен қатар келесі бізде тек қарттар ғана емес, сонымен қатар балалармен де жұмыс жасаймыз. Яғни бұл жобаның аты бізде айналайын жобасы деп аталады. Өмірде әртүрлі жағдайлар болып тұрады ғой енді. Кейбір балаларын тастап кетеді ата-аналар, солардың барлығын балалар үйінде тәрбиелейді енді. Солардың біз көңіл күйін көтеру мақсатында әртүрлі өзіміздің ең басты мақсат олардың көңіл күйін көтеру. Енді солардың көңіл күйін көтеру мақсатында біз олармен жұмыстанамыз. Әртүрлі өзіміздің қолымыздан келгенше сыйлықтар алып барамыз. Оларға тәттілер алып барамыз деген секілді ойындар ойнатамыз. Сонымен қатар енді алдағы уақытта бар, ол жақтан өзіміздің білген нәрсемізді қазіргі таңда біз қалай білім алып жатырмыз, оларға да дәл солай жеткізу арқылы, яғни әртүрлі мақсатта білім беріп солармен жұмыстанамыз деген ой бар. Сонымен қатар қазіргі таңда біз 2 балалар үймен, сонымен қатар 2 қарттар үймен тікелей байланыста отырып жұмыс жасаймыз. Осы жерде қосып кеткім келіп тұр. Мен де өзімде осы Қазақстан еріктілер лигасы ұйымындамын. Және маған бір ұнағаны, мен де кішкентай кезімде арман болатын, жалпы балалар үйіндегі балалармен бір қарым-қатынас орнатып, олар қандай күйде болады, олар қалай ойлайды, олардың жалпы ішкі күйі қандай болады, солармен соларды бір көрсем, соларға бір жылылық берсем деген арманым болатын. Осы ұйым арқылы мен орындалды деп айтсам болады. Және жалпы барлық ұйымдардың мақсаты бұл студенттерді тұлғалық жағынан дамыту, өзінің орнын қоғамнан қалыптастыру. Ал енді жаңа айтып жатсыз, біз 300-ден астам еріктілер бар деп. Жалпы осы уақытқа дейін бір осы еріктілік жасау жолында бір қандай бір есте қалған бір естеліктер бар ма? Естеліктер өте көп. Мен былай айтқым келеді, өзімнің бір қызықты бір оқиғасы болды. Мен былай айтқым келеді, еріктілер ұйымында менің әрбір өткізген күнім естелікке толы. Себебі бізде 12 факультет бар ғой, олардың барлығымен біз тығыз жұмыстанамыз. Менің өзімнің жеке командам бар. Олармен өткізген менің әр күнім бақытқа, яғни ерекше сәттерге толы. Команда болғаннан кейін енді қиыншылықтар да болады. Бірақ біз қиыншылықтың өзін біз
өте ерекше күн деп санаймыз. Сонымен қатар менің есімде қалған ерекше кез бұл осы 2023 жылдың қазан айының соңғы уақыттарында біз тимбилдинг ұйымдастырған болатынбыз. Сол кезде бізде 180-нен астам ерікті болып барлығымыз жиналып тауда көңіл көтеріп қайтқан болатынбыз. Ол кезде өте тамаша болды. Әсерімді былай сөзбен айтып жеткізе алмаймын мына жерде енді қарап тұрсам. Ол кезде әртүрлі командамның жалпы 12 факультетінің еріктілерінің барлықтарының мен өнерін тамашаладым, белсенділікке тарттым деген секілді ғой. Жалпы өте ерекше болды. Оларға барлығы өте ұнады. Сонымен қатар енді алдағы уақытта да сондай әртүрлі демалыстар ұйымдастырып отыруға тырысамыз. Бірақ барлығы маған әр күнім ерекше деп айтқым келеді сол еріктілерге. Жаңа сұхбат барысында айттық, жалпы еріктілік деген бұл қоғамға қайтарымсыз жақсылық жасау. Ал енді осы активистикалық өмірде жалпы ерікті болу үшін студенттердің бойында қандай қабілет болу керек мысалға? Қабілет десем қалай айтсам болады, енді әр адам әртүрлі ғой қазір. Әр адам әртүрлі, оларды аша білу керек, адамдармен сөйлесе білу керек. Тұйық адам болады, кейбіреуі өте активный болады деген секілді. Барлығының қабілеті бар кез келген нәрсеге, тек олармен жұмыстанып, жақсы араласып, сол қабілетін, қасиетін аша білу керек. Кез келген адамға ерікті болуға өте үлкен мүмкіндік бар. Ерікті болуға көбісі ойлайтын шығар, типа біз осындай жұмыстар жасаймыз, тегін жұмыс жасаймыз ғой деген сияқты. Бірақ мен олай ойламаймын. Барлықтарына да тағы да айтып кетейін, ол өте үлкен қателік деп білем өзім. Жалпы жалпы адам баласы енді өмірге кейбіреулер айтады ғой, біреу біліп көріп кетсем екен деп келеді, кейбіреулер ішіп жеп кетсем деп келеді деген секілді. Енді жалпы өмірге бір-ақ рет келгеннен кейін біз әр күнімізді бақытқа, күлкілі сәттерге толы қылуымыз керек қой. Енді қоғамға да пайдамызды тигіземіз, дұрыс па? Қоғамға да пайдамызды тигізген кезде біз әртүрлі мақсатта жұмыс жасаймыз, жаңағыда айтқандай балалар үйіне барамыз, қарттар үйіне барамыз, табиғаттағы әртүрлі ластанып жатқан жерлерді тазалаймыз деген сияқты сенбіліктерге шығып тұрамыз. Солардың барлығы қоғамға пайдамызды тигізу. Оның барлығы келешек ұрпаққа тәлім тәрбие десем де болады, бір жағынан әр адамның өзіне ол тәжірибе десем де болады. Яғни ерікті деген бір сөзбен айтсам бүкіл ауқымды барлық нәрселердің барлығын өздері жасайды. Ол қайтарымсыз болса да бір жағынан өзіне тәжірибе, бір жағынан қоғамға да пайдасын тигізіп жатыр. Екінші жағынан бұл үлкен сауап десем болады. Себебі барлығын көріп тұр ғой дегім келеді. Ал енді қазір сіз химия және химиялық технология факультетінің 3-ші курс студентісіз. Жалпы еріктілікпен шұғылданып жүргеніңізге 3 жылдан асып қалыпты. Жалпы болашақта өзіңізді қай саладан көресіз? Өз мамандығыңыз бойынша жұмыс істейсіз бе, әлде осы бағытта кетесіз бе деген сұрақ. Жалпы 3 жылдан уақыт астам болды. Қазір өте ыстық ұйымым маған. Енді мен болашақта өзімді басқа салада көргім келеді. Яғни кішігірім айтып кетсем, кәсіп саласында, бизнес саласында өзімді көргім келеді. Қазіргі таңда мен фармацевтика мамандығын оқып жатырмын енді 3-ші курста. Енді сол бойынша ары қарай жұмыстансам деген ой бар болашақта. Оны ары қарай да айтып кетерміз. Сонымен қатар еріктілік бұл жағынан маған өте көп тәжірибе берді. Яғни мен осы еріктілер ұйымы арқылы мен өзімді лидерлік қасиетке тәрбиелей алдым. Өзімнің ашылмаған қасиеттерімді аштым. Бұрын шыны керек мен айтсам, мектеп кезінде өте ондай белсенділігім өте төмен бала едім. Тек өзіммен өзім жүремін жаңағындай. Қазіргі таңда бірақ мен ондай емеспін. Мені ортам өзгертті, ұйымым өзгертті. Қазіргі таңда өте белсендімін деп айтсам болады. Одан кейін сол кішігірім айтқанда бизнес саласында өзімді көрсем деген ой бар. Келесі Қазақ ұлттық университетіне түсетін студенттерге де кеңесім, осы ұйымға келіңіздер, өздеріңіздің таңдауларыңызды жасаңыздар. Қазақ ұлттық университетінде тек еріктілер ғана ұйымы ғана бар емес, сонымен қатар өте көп ұйымдар бар. Жаңа Айнұр өзіңіз айтып кеттіңіз, бізде көп ұйым бар, олардың әрқайсысының өзінің мақсаттары бар, бағыттары бар, әрқайсысы өзінің бағыттарымен ерекшеленеді. Айтады ғой енді қазір өзінің вайпын ұсынса болды, главный. Бізде өзіміздің ұйымымыздың өте ерекше атмосферасы бар деген секілді.
өте бір сүбелі сұхбат болды деп ойлаймын. Менің ойымша жалпы еріктіліктің негізгі мақсатын түсіндік, жалпы қоғамға өз пайдамызды, тамшыдай болсын пайдамызды тигізу. Ал енді осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Сұхбат үшін рахмет. Сау болыңыздар. Сізге де рахмет көп. Сау болыңыздар. Еріктілер ұйымында күтеміз сіздерді.